Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын чебуреки пісіретін боламыз. Ыстық күйінде тестосы қытырлақ болады. Біраз тұрғаннан кейін өте жұмсақ болып шығады. Алдымен жарты стакан ыстық суымызға, қайнап тұрған суымызға жарты чайна ложка тұз салып, 2 столовый ложка май салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тұзы ерігенге дейін жақсылап араластырамыз. Енді шұңғыл ыдысымызға 400 грамдай ұн салып, жаңағы суымызды осы ұнға құямыз. Бірінші қасықпен араластырып аламыз, себебі суымыз өте ыстық болады. Одан кейін қолымызбен барлығын илеп шығамыз. Басқа ұн салудың қажеті жоқ. Осы қамырымыз үстелімізге жабыспай жақсы еленеді. Енді целлофанға салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін мен 300-400 грамдай фарш алдым. Бір сарымсақты ұсақтап турадым. Мясорубкадан да өткізсеңіз болады, немесе блендермен де ұсақтасаңыз болады. Барлығын салып, бұрыш салдым, тұз салдым біраз дәміне қарай. Барлығын жақсылап араластырдым. Ішіне сочный болу үшін 3 столовый ложкадай су құямыз. Барлығы бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Қамырымыз тынығып болғаннан кейін үстелдің үстіне біраз илеп, иін қандырып, бірнеше бөлікке бөліп шығамыз. Бір бөлігіміз 40-50 грамдай шығады. Енді жаңағы бөліктерімізді осылай барлығын дөңгелектеп шығамыз. Бетін міндетті түрде целлофанмен жауып қоямыз, себебі тез кеуіп кетеді. Енді бір дөңгелегімізді алып, жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, менде осындай жұқа қамыр болып шықты. Енді осы дөңгелегіміздің жарты шетіне ғана 1 столовый ложка фаршымызды салып, дөңгелегіміздің бір шетіне жұқалау қылып, фаршымызды жайып шығамыз. Енді қамырымыздың бір шетін осылай жауып, шетін бірнеше рет осылай басып шығамыз. Ешқай жер тесіліп кетпеу керек. Тесіліп кетсе, жаңағы согымыздың барлығы ағып кетеді. Ішіндегі қалып қалған ауаның барлығын осылай үстінен бірнеше рет жүргізіп шығарып тастаймыз. Себебі пісірген кезде чебурекіміз ісініп, тағы да қамырымыз жарылып кетуі мүмкін. Шетін осылай вилкамен әдемілеп шықсаңыздар болады. Енді қызып тұрған майымызға осылай бірнеше чебурекиден салып, қызарғанға дейін орташа отта пісіріп аласыздар. Өте дәмді болып шығады, воздушный болып шығады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Тағы да осындай қызықты видеолар көргіңіз келсе, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!